24 күні мен жұмыстан келдім 11-де. Менің жұмыс уақытым өзі таңертеңгі 10-нан түнгі 10-ға дейін. Келу бойына шай ішіп отырған кезімде келінімнің телефонынан звондаған не келді, қоңырау. Сол қоңырау арқылы сөйтсек ол Қаржабайдан екен, жолдасынан. Не болды десе, Шерзат біреуді ұрып қойды, соған Нұрғанатты оятып жібер деді. Тыныштық па десем, иә тыныштық, тек Нұрғанат жібере салыңыз деді. Сонымен мен Нұрғанатты келінім барып оятып, сондай Шерзат біреуді ұрып қойды дегенмен, ол барып Нұрғанатты оятты. Содан Нұрғанат өз телефонда Қаржабаймен сөйлесті де, тез-тез киініп кетті. Сосын мен оның тыныштық емес екенін білдім, ол тыныштық деп айтқан менде. Сол тыныштық болмағаннан кейін, ол жерде мен шай тамақ ішіп отырған уақытым болған жоқ. Себебі Шерзат менің қолымда тәрбиеленген, өзіммен бірге тұратын немерем болған үшін маған шай да тамақта маңызды болған жоқ. Келінім айттым, жүр шығып кетейік екеуміз. Тез дедік та, ізінше жүгіріп шығып кеттік. Жолда енді такси тоқтатам дегенше 10-15 минуттың уақыт өтті. Асып кетсе 20 минут шығар енді, жолды білесіздер. Сонымен барып такси тоқтаттық та, біз магазинге бардық. Барсақ, екі жерде топ болып тұрған екен балдар. Мен жолды кесіп былай өтем дегенше Гүлбара уже өтіп үлгерді. Соның арасынша мен таксиден түсіп жатып деп жан-жағыма қарап Шерзат іздедім. Шерзат көрінген жоқ ол жерде. Мен Нұрғанатты да Қаржабайды да іздегем жоқ. Мен Шерзатты ғана іздедім, біреу ұрып қойды дегесін. Ол жерге барған себебім, мен ондай талпа болып, ондай болып балдар үйіліп тұрған деген ойыма келген жоқ. Ойлаған да жоқпын, олай болады деген. Мен ойладым, біреуді ұрып қойған екен, енді не болса да мен әжесімін ғой. Барып кешірім сұрайын, жай жағдайды айтайын. Бірақ балам жеткен адам жағасына жабысып қол көтеріп жүрген бала емес. Боксқа қатысқаннан кейін ол өзінің несін, мінезін, өзінің несін, достоинствосын ұстап жүретін бала болғасын, оны жеткен адам жағасына жабысып ұрады деген ойымда болған жоқ. Бір шеттен шығушылық болған шығар, сосын қол көтерген шығар деген ой болды өзімде. Болмаса мен сол жерде үйімде отырып, ондай талпа келіп тұр екен, олар мылтықпен келеді екен, пышақпен келетінін білгенімде, мен үйімде отырып, бірінші жедел жәрдем шақырып, милицияға хабарлар едім. Ондай ой болмағанына байланысты мен келдім, өзім келдім.